Зияғы, бұл парақ орындай ма атайын ақсы çoğultайын деп шақырды. Жөн шақырмақ боле. Саламатсыз ғой. Антон Антонович, келіңіз. Мен сіздерге бір суық хабар ұғызғаны келдім, төрелер. Қандай суық? Бізге тексеруші келетіпті. Қандайша тексеруші? Петербургтан инкогнито. Аян қылғандай болды да. Бүгін түні бойы бір ұқмұшты екі тышқан түшіме кіріп шықтым. Деге мұндайды өмірімді көрген емес. Қап-қарап. Ебегейсіз чоң. Келі-беле життап тұрулы жүріп кетсін. Мына, мен сіздерге Андрей Ивановичтен алған қатымды оқып берейін. Құрметті құрбым, менің саға ескертіп шашылғаным, бүткіл губернияны артықша бізден уезді тексеруге қағазы бар чиновник жөнөтілді. Мен мұны өзімдің ішенішті кішілерімден ұқтым. Башқалардықында еле сенің мойныңда да күні бардығын білгендігімен қат жөнетіп ады. Саға берер кеңесім, ертерек алдын ал. Антпесең ал, қапыстан келіп қалышы мүмкін. Антон Антонович, ой, тексерушінің бізге келе тұрған қандай ақысы бар, қандай жөні бар, Емнешін. Тағдыр. Бұға шейін ұдай жалғап башқа шағырларға барып жүршселе, емгезек бізге келгенді. Антон Антонович, мұның бір қылдат бір чоң саяси себебі бар. Россия мәселен біреуменен бірі ұрыс жүргізгісі келеді. Анан бұл жерде бір кішіне қиянаттық жоқ бұ деп бір чиновник жіберген да. О, Құдай, уездік шарды емненің қиянаттығы, жебір чекер адағы шары біле. Бұл айтқаныңыз чеке. Ұлықтардың көңілі қылдат келеді. Жаман бі, жақшы бі, бар көңіліне түйіп қоя береді. Көңіліне түйебі, түйбейбі. Мен сілерді төрелер. Қаларлантып қойды. Көңілің өрді болсын. Мен өзіме тиішті жұмыстар жөнінде анша-мұнша бұйрық беріп қойдым. Сілерге берші кеңесім сілерді ұшындай қылғыла. Артықша Артемий Филиппович, сізге жаңағы келген чиновник сізге қарашты мекемелер тексергісі келеді. Ошондуктан сіз барын тартипке келтіріп қойдыңыз. Анын жарасы теңел, Антон Антонович. Бардығын тартипке келтіріп қойған болады. Амос Федорович, сіз жақы елге жеріңізге көңіл салыңыз. Дайма сұраншылар келші, сырт күйге қарауылшылар қазба қошты. Антон Антонович, мен аны бүгініне кешкі тамаққа шығартып даярдатып қоямын. Ички башқару іштері. Анан жанағы Андрей Ивановичтің өзін жазған хатында айтылған күні
деген тура. Мен ештеңе деп айта алмаймын. Айта тұрған жөні де жоқ. Анша-мұнша күнөөсі болған кіші сүттен аппақта кіші болды. Мұны Құдайдың өзі ошондай қылып жаратып қойған емес. Антон Антонович, мен елдің барығын ашық еле айтам пара аламын деп. Тайғанның күшігі алып пара емес та. Тайғанның күшігін аласыз ба? Же башқан аласыз ба? Бары бір пара! Антон! Анан сізге Лука Лукич. Сіз мектеп орындарын қараушы болғандығыңыз үшін көбінше мұғалімдерге көз салшы. Болды. Амеле болса ештеңе емесіне. Жаңағы инкогнито. Қоқыстан баш бағып. Мырзалар, сілердің мұндасығар ба? Десе, кім біледі? Анан Амос Федорович. Судья Яптин бар ба? Десе. Алып келгілі аны бері десе. Соп қана басшысы кім? Земляника бұл? Антон бері земляниканы деп тұрса. Шын жап. Антон Антонович, саламатсыз ба? Саламатсыздар ба, төрелер? Антон Антонович, чиновник келатыптыр дейді. Қандай чиновник келат? Сіз Алигич Оғалексіз бе? Мен азыр эле Петр Иванович Бобчинскийден уктум. Ал менин почта конторума келип кетти. Ошондуктан кечирип калдым. Төрөлөр, Антон Антонович кечирип. Сіз бұл туралы эмне дейсіз? Иә. Антон Антонович, мен бұл тууралуу мен эмне демегиле? Мен Антон Антонович. Түрктөр менен уруш болот. Атач. Кечирип коңуз. Мен түрктөр менен кайда уруш? Түрк эмес. Бизге эле жаман болот. Түрктөргө эчтеке да болбойт. Буну ачык билейин де. Менде кат бар. Соодагерлер менен граждандар бираз тынчымды алгансып турат. Баликем. Үстүнөн бирөө бирдеме жеткирип жүрбөс. Иә. Болмаса, эмне үчүн бизге текшерүүчү керек? Иван Кузьмич, кулаксаңызчы. Поштага келген, кеткен кабарларды бул жалпыбыздын пайдабыз үчүн анча-мынча ачык окуп турсак эмне? Балким. Бакан оозду жеткирүүчүлөр болуп жүрбөсүн дейм да. Антон Антонович, билем аны, билем. Мен муну сактыктан эмес, кызыккандыгыман иштеп жүрөм. Бул жарык дүйнөдө эмне жаңылык болуп жатканын өлгөнчө жакшы көрөм, Антон Антонович. Шундук бир окуя! Жок, кыма! Конок үйүнө барсак, Петр Иванович экөөбүз конок үйүнө келди. Петр Иванович, сиз айта албай каласыз. Кудай үчүн сиз айта албайсыз. Өзүмүз айтып берем. Айде Кудай акка, эмнеге? Жүрөгүм жаман болуп болжуп турат. Кана айткылачы, эмнеге? Келиңиз, отуруңуз. Атыңыз.
болуп турганыңыздан кийин туура эле сиздикине жүгүрдүм. Жолдо келатып, Коробкиндикине кирдим. Муну үйүнөн таппай, Ростаковскийдикине журкадым. Аны дагы үйүнөн таппай, Иван Кузьмичке сиз алган кабарды айтайын деп келдим. Почтага келдим. Жолдон келатып мына Петр Ивановичке жолуктум. Мен пирожки сатуучунун жанынан көргөн болчумун. Ооба, пирожки сатуучунун жанында. Петр Ивановичке жолугуп, Антон Антонович ишенимдүү катар кылып алган жаңылыкты уктум. Уктам, мен аны Авдотиядан эпаңы уктам аны. Мурун эле сиздин ачкыч сактоочуңуз Авдотиядан угуптур. Эмнечүн экенин билбейм. Авдотиядагы Филипп Антонович Бачичев. Ал француздарга бочкасына барган, Петр Иванович. Ооба, француздарга бочкасына. Ошентип Петр Иванович экөөбүз ашкарага жөнөдүк. Жолдо келатып, Петр Иванович жүр курсагың ачты, бирдеме жеп алалы деди. Курсагым курулдагандан кирейин деди. Антон жаным несі? Биз эми гана конок үйүнө кире бергенде бир жаш жигит Сымбаттуу, таза кийинген мырзалар. Сымбаттуу, таза кийинген. Жүзүндө акыл эстин өңү бар. Анан мынау жеринде бир нерсе толуп жаткандай. Мен баардыгын сезгендей болуп Петр Ивановичке айттым. Петр Иванович, бул жерде бирдеме бар, соо эмес дедим. Петр Иванович ашкана башчысы властыгында колу менен чакты. Хей, бергел. Бул жаш жигит ким деп сурадым мен андан. Бул дейт. Бул жигит чиновник дейт. Петербургдан келатыптыр. Аты Иван Александрович Хлестаков. Саратов губерниясына баратат дейт. Өзүм кызык кармаганым экен, турганына 2 жумадан ашып баратат. Тамак жеп, тыйындагы төлөксү келбейт дейт. Мен муну айтканда Петр Ивановичке дедим. Жок, Петр Иванович, кечирип коюңуз. Мен сизге биринчи дедим, анан сиз мага дедиңиз. Биринчи сиз айттыңыз, мен айттым. Мунун жолу Саратов губерниясы болсун. Бул жерде эмне кылып отурсуң? Бул чиновник. Так ошонун өзү. Ким? Кандай чиновник? Жанагы сиз алган кабардагы текшерүүчү. Ойго коёй Кудай, сактагылар ал эмес. Көрдүңүз мен айтайын десем, Алмадыңыз мен. Антон, Кудай ошол. Ичкен жегинин төлөгүсү да келбейт. Катуу дагы Саратовко деп жазылыптыр. Мырзалар, ошол. Ошундай бир байкагыч баардыгын карап чыкты. Биздин балык жеп атканыбызды дагы көрдү. Биздин курсагыбыз жөнүндө сүйлөшүп атканын да көрдү. Ушундай бир байкагыч менин тимеле жүрөгүмдө ошол. Кудай бизиңде күнгөн күнөөкөрлөрүңдү сактай көр. Аласы кайда турат экен? Шатынын алдындагы 5-чи номерде турат экен. 5-чиде. Былтыркы офицерлер мушташкан номерден так өзүндө. Мында келгенине көп болуп. Экинчи болуптур. Өткөнкү Василий Игоревичтин майрамында эле келиптир. Мырзалар. 2 жума. 2 жуманын ичинде камактагыларга тамак берилген эмес. Өчөнүн баары аратканы. Ай, маскара. Ай, маскара. Антон Антонович. Эмне мындай? Тизилип алып эле түз эле мейманканага барыш керек. Баралы да. Siz аны жаш жигит дедиңизби? Жаш! Антон жакшы. Жаштын сырын батабыз. Жашап калган куу болсо, мына ошондо баля башталат. А жаштыкы баары эле сыртына чыгып турат. Ана кимди алып барып? Биринчи биз албашыбыз келди. Мен Петр Иванович менен мейманканага. Мен да Биз барып келели. Бага да уруксат бериңиз. Жок. Болбойт. Уят. Арабага да. Батпайсыз арабага, каякта сиз? Эчтеке эмес. Мен тимеле арабанын айкасына жүрүп алам. Эч батпайсыз. Bu kursaktın içinde bir kalın doğulması urgandayla boldu. Mırzam. Şundan böyle
Петербургда жашаганыңызды жакшы эмес беле? Ким? Мырзам, үйдөн чыкканыбызга 2 ай жүзү болду. Жолда акчасынын баарын кактырып жиберип, эми колунан кыпчып отурат. Эчтемеге кейит да койбойт. Айсы бир жолугун айтайын, айсы бир жолугун айтайын. Осип, тамекини карачы, тамеки бар. Кайдагы тамеки? Сиз мындан 2 күн мурун баарын кагып чекпедиңиз. Осип, Эмне дейсиз? сен диги якка барып келчи. Кайда? Төмөн буфетке айтчы дигилерге мага тамак берсин. Барбайын этпейм. Мырзам! Барбайсың, Акмак, эмнеге барбайсың? Ой, ошентип эле барбайм. Барганыма эчтеме чыкпайт. Кожоюнум мындан ары тамак бербейм деген. Мына надандык эмнеге бербейт экен? Ошентип эле бербейт экен. Сенин кожоюнуң дейт. Митаам деди. Сен кожоюнуң экөөң алдамчысыңар деди. 3 жумадан бери акча төлөбөй. Биз мындай бузукуларды көргөнбүз деди. Мырзам, Ушунун баарын мага айтканга сүйүнүп турасың сен айгана? анан да шаар башчысына барып арыздан, мен силерди түптүз эле жаза үйү менен түрмөгө айдатам деди. Болду. Болду. Орой, айба. Барып. Мырзам, Айт, кожоюнуң курсак ачып тамак берсин деп. Мырзам, андан көрө ээсинин өзүн эле чакырып келип берейинчи. Мырзам. Болтур, чакырсаң чакыр. Кожоюну. Жарайт. Кудайым. Такыр эчтеме бербей койсо жаман болот го. Ушунчалык жегим келип турат, дили мындай курсагым ачкан эмес эле. Же. Кийимден бирди жарым саттырсамбы я? Эмне саттырсам керек? Шымды саттырсам екен. Жоқ. Ачка болсом дагы үйгө Петербургтун костюму менен барганым жакшы. Йохин каретасын бербей койгону ушунчалык жаман болду. Жаркыраган чырагы менен арабасын дыркыратып, өзүбүздүн комушу бир помещиктикине жетип барсам. Кандай сонун болор эле. Осиптин аркасынан жакшынакай кылып кийип отургузуп койсом, а? Анан кызматкер чыгып келип, Иван Александрович Хлестаков Петербургтан кабыл алууга буйрасызбы десе. Ал жамандар кабыл алууга буйрасызбы дегенимде экен да түшүнбөйт да. Алардыкта кээде бир аюудай талпаңдаган помещик келсе, балпаңдатып төркүүнө чейин өткөзүп алат. Анан ал помещиктин бир жакшынакай кызына келип, айым, мен
Мырзам ачкандан оозума кара суу да келип кетти. Мырзам! 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 Ай! Тамақ! 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 Мырзам! Тамақ! Келin тамақ! Қожайын, ең ақылдысы да берді. Кожоюн, түкірдім мен сенің кожоюңа. Не алып келдің? Шорпо менен қуырдақ. Ушул эле. Сен эмне? Бул аз деп айткан жоксуң бу Осип? Айткам мырзам, айткам. Қожайын дагы муну көп деп отыр. Куурма шорпосы эмне үчүн жок? Манысы жоқ. Жо эмне үчүн жок? Мен эртең менен өзүм өтүп барат көргөнмүн. Көп даярдалып жаткан болчу. Эртең менен ашканадан бир эки кодойгон неме келип, балык дагы бир далай немелер жеп кетишкен. Болсо болгондо бирок жок. Жок кандайча жок? Жок, болгону ошол. Балык, котлет, сёмгач. Алар төрөлөр үчүн. Чочко. Мен сен менен мынтип акмак оюн ойноп отурбайм. Бул эмне болгон шорпо? Сен жөнүндө сасыгандан башка дене дамы жок. Чылгы эле суу куюп коюпсуң. Эмне? Мен муну жебейм. Кожойун айткан. Эгер ичкиси келсе, карап келе деп жакшы алып. Мырзам, алып кет мырзам. Болду. Сен башкалар менен сүйлөшсөң ошентип сүйлөш. Бирок мен антип ойнобогун. Мен андайлардын тукумунан эмес. Кудайым-ай, бул эмне деген шорпо? Мындан мурда бир дагы адам мындай шорпону ичип көрө элек болсо керек. Осип, Мырзам! мен мында бир шорпо калды. Мырзам! Айым некен? Некен? Чайнасаң мені тисің сынат. Не башка ештеңе жоқ қой? Жоқ. Жолаушылардың терісін ғана сыйыршы тақмақтар. Мә, еш болса қуырма шорпасы жеп, пирожный болса болды. Жақсы тұрыңыздар. Мынауны қоша ала кетіңіз. Ала кетіңіз мұны. Тақыр ештік дел болып қалды. Мырзам! Не? Тігіл жақта шағыр башысы келіп. Айзетар, Сізді сұрақ атады. Аяққа тұрасың, я. Бірінші қалап, бес Al. Осип, Құдай өтінеші. Жаңағы ашпос жарам арыздан кеткен екен де. Жүгіне. Ал мені түрмеге қамап салсам не? Жо, менемне бір содагерчі бір майда бір жұмысшы біле. Мен аны бетіне елетім. Ал, мырзам, бетін айтыш керек. Қайсы
Қандай хақыңыз бар мені мынтип қамаған? Жоқ. Қайсы бетіңіз менен сіз мені қайсы бетіңіз менен сіз мені қамайсыз? Қайсы бетіңіз менен сіз мені қамайсыз? Salamatçılığınızı dileyiniz. Menden urmat. Geçiriniz. Eşlik emez. Men bu şahardın şahar başkarıcısı katarı mildetim. Jolauçularga, anam bardık aviyürdü adamlarga hiç kanday kısımçılık bol bolsun. Karo. Yok, töleyin demedim ben, töleyin. Mağa aydan gene çöp, töleyin. Biroq, men emes könketi ayıptı. Bilmeyim, mağa torpaq netidep bir kızıqtay bir tekem öret, jönnet tisem sındı. Yok, töleyin. Şorpasın olsa terezinin al sırgıtıp jörüge tura geldi. Hele men çay mesle bir kızık balık çıttanat. Menem ne, mına kızık, menem ne? Ayıpka buyurmağız. Men ayıptı emes. O bazarda жақсы et satılar. Men bu etті қайдан аларым bilmem. Eğer андай бола тұрған болчу болса, men sizді başqa үйге көшіліп кетуге рұқсат қылыңыз. Жоқ! Başqa үй? Düşündüm başqa үйім nekenen. Demek türme, he? Türme! Sizin qanday haqqınız? Qanday haqqınız var sizden? Men Peterburg'da işteyim! Vay ayına kürsüce var. Siz bardık can jokörlüğünüz menen gelseniz dağı meni kamay albaysız, düşündünüz mü? Men tutturam ministerge varam. Geçiriniz. Ayalım baldarım caş. Tağlaysız kılmanız. Ayağınız balanız çüttürmöge men barayım mı mına kızı? Bilbestigimen udayırsın. Tiriçilik. Özünüz oylap görgüçsü. Kaznanın mayadası kalp benim çayga da jetmeydi. Anam, ançamça paralamara bolboğun bolsa, giyim geçeke cevir, tamak dastarkın getine bir demece. Canağı, un tarafçerinde ayağın üzerinde oturgan bolçu olsa, adı ben sabağa demesmin. Oluşak, udayırsın uşak. Bunu benim düşmanlarım çıkarıp duruyor. Un tarafçerinin ayağını savasanız savağandırız, biroq men savay albaysız. Ne? Töleyim. Kolumda sokur beyin çok, bundan uç yerde oturam. Ya, ayağından başlarını da bilmeysin. Kabake. Mırza. Eğer siz nakalay akçaga jedağır başka bir demkege kıcalat bolgan bolsanız hazır gana hizmet görsötüge dayar. Jolauçularga yardam berүү bul menin milletim. Жоқ, беріңіз, маға қарызға маға 200 жандан кемірек болса тілемейді, мен ашқананын қарызынан құтылам. Болды, башқа маға ешбір. Тұп-тура 200. Жоқ, есепте болмады. Көптен көп рахмат, мен сілердің ниеттердің түз екенін азыр біле байқадым. Осип, Мұртам. ашқананын қызматшысын тезірек шақыртшы мында. Жарайды мұртам. Неге берді 400...
200. Не тұрып тұрасыздар, отырыңыздар. Biz durup dursak da bola bilet. Sıranam, oturunuz. Mına, yemi gördüm, jakşı adam kendine deyim baykadım. Gayret kılığı gerek. Bunun kim ekeni bilmeksen balık koyalım. Biz bu yerden Pameşçi'ye Piotr Ivanoviç Dobzhinski'yle birge o jolowçularga şart yaxşı tüzüldü eken dep kızmak işi bilen kıdırıp жүрөбүz. Benim baktıma siz bilen tanışıp kalganıma abdan kuvанычтуумун. Men dagı abdan kuvанычтамын. Иван Александрович Христаков, Петербургтан. Антон Антонович. Abdan жақсы. Петр Иванович Добчинский. Иван Александрович Христаков, Помещик. Петербургтан. Шынында, мырзалар, сіздер болсаңар, мен бұл жерде көпке чейин туруп калат белем, ким билет. Кантип төлөрдүн айласын таппай калган. Kantip tölörдүн айласын таппай калгандырсың. Bu siz kayakka барууга көңүлдөнүп атасыз. Мен азыр Саратов губерниясына өзүмдүн кыштагыма баратам. Осип жоголду, мен карап коеюн. Саратов губерниясына кызарыста койбой. Такалып калбай. Өзү белекте болгон кичинекейле демекен ата тырмагымдын учу менен сыгып коер элем. Сени сүйрөтөм. Я. Бул жер бираз тартып тургансың. О, акмактай жаман бөлмө экен. Канталасы мындан көп. Деле мен бала болуп башыма жүн чыкканы мындай канталаны көргөн эмесмин. Итиш дегенде чыгат. Карач. Ушундай маданияттуу адам калтанадан кордуп көргөн. Караңызчы. Бул жер караңгы да экен. Караңгы. Кожоюн шам бербей турган атты таап алып. Кээде жумуштан кийин келгенде бирдеке окугум келет, бирдеке жазгым келет. Бирок эчтеке чыкпайт. Караңгы, кап-караңгы. Айып болбосун экен сурасак. Эмне? Жок. Мен татыксызмын. Эгерде мен сизге батынып айта турган болчу болсом, менин үйүмдө бир сизге ылайык жакшы бөлмө. Жок. Абдан тынч, таза, жарык. Жо эми ушул үңкүрдөн көрөк таза үй жагымдуу. Мейли. Мен абдан кубанычтым. Байбиче маңдан бетер кубанат. Менин мүнөзүм ушундай. Бала кезден меймандоспун. Артыкча мейман билимдүү болсо. Рахмат. Мен дагы, Антон Антонович, 200 адамдарды сүйө бербедим. Мага эмне керек? Эң башкысы мени сыйласа, кадырласа болду. Башканы эч тилебесин. Жок, мен Жок. Эми Ажемел тура. Эми бул биздин шаардагы кайсы бир мекемелерди карап чыгарып экенсиз. Маселен, сооккана өңдүү, анан дагы башкаларды. Аяктан эмне болду? Жок эле, биздин ишибизди көрбөйсүң. Жаным менен макулмун азыр. Ойсип. Эгер сиздин көңүлүңүз чапса, түрмөнү көрүңүз. Жок, түрмөнү көрүңүз. Антон şu түрмөлөрдү тимеле коелчу. Ыктыяр өзүңүздө. Кандай? Өзүңүздүкү менен барасызбы же менин дрожкама түшөсүз? Жо, сиз менен биргеле дрожкаңызга отуруп барам. Сизге орун албай калды. Бери караңыз. Алыңыздын жетишинче жүгүрүп отуруп, эки кабар жеткизиңиз. Бирөөнү соопканага, Землянкага. Бирөөнү менин байбичем. Андан келет алыңыз.
Uç. Arkadaşlar, Anton Antonovич'ne жеткиресиң. Түшүндүңбү? Тескери кетип калба, бардыр жүктөрдү унутпай. Ana gel. Burundan üstte sıyrıldı. Bu da iştik oğlum. Para ver, para ver. Anna Andreevna, men sizlerge aytылган кабарды айтайын деп жүгүрүп отуруп эсиме алып калды. Саламатсызбы? Ой, кандай эмне? Генералбы? Жок, генерал эмес. Бирок генералдан дагы кем эмес. Басканычы, сүйлөгөнүчү, билимдүүсүчү. Пай, Анна Андреевна, ким эле шумдук. Демек, бул күйөөмө жазган каттагынын өзү экен. Так өзү. Биз муну Петр Иванович экөөбүз элден мурун эле биле алганбыз. Өзү. Так эле өзү. Сүйлө, эмне кандай? Эме, баарында башында жакшы болду. А дегенде Антон Антоновичти катуураак бир урушту. Ай, жүрөк. Азыр иш жакшы. Андан бери кабатыр болмоңуз, иш жакшы. Алар сооккананы көрүп жүрүшөт. Бираз коркуп, чынын айтсам, мен дагы кичине коркуп турдум. Собели, өзү кандай экен? Карымы же жашпы? Ооба, жаш! Өзү кандай экен? Ак жумалбы же? Кара торубу? Раз! Кызыл чекилге жакыныраак. Көздөр ойноп турат. Жер каратат экен. Азыр ал келип калышы мүмкүн. Жок, мүмкүн эмес. Кел атат. Сары кагаз чапталган бөлмөңүздү даярдасын деди Антон Антонович. Ким бар тияшка? Мишка! Тезирээк! Даярдасын деди. Сабуринге! Кудай! Сары Мишка! Топто! Сен өзүң көчөкчүлөргө айттым, көпөс Абдулдикине барсын, бир алып келсин. А сен конок үйүн жакшылап даярдадың. Гранат колдуң үстүнө башкан болбо. Gel atacak. Hazır gençler, gel atacak. Tezirek, kes! Maşinka!
даярданышыбыз керек. Кудай сактасын. Петербургтан келген неме бирдемелерибизди байкап, күлүп кетип жүрбөсүн. Ой, Кудай. Апа кел. Сага могул көгөш көйдөк жакшы. Сен ушуну кийгин. Апа кел. Ол көгүш көнөктүбү. Тиги Ляпки Чапиндин катыны дагы, Земляниканын кызы дагы көгүш көнөкчү. Апа ке андан көрө, не? Бу ачык сары көйлөктү кийип Ачык сары көйнөктүбү? Ой, сен мага кычашты кылып жатасың. Көгүш сага жакшы жашат. Анткени мен так ушу көйнөктү кийем. Апа ке. Сизге ачык сары көйнөк жарашпайт. Мага ачык сары көйнөк жарашпайбы? Жарашпайт. Ал үчүн капкара көздүү болуп керек. А мен көзүм эмне кара эмеспи? Жок. А менин көзүм каранын карасы. Мен өзүмө карта ачканда дагы шырымдын маткесине чамын. Апа ке, сиз карта ачканда дайыма кызыл ачанын маткеси чыгат. Былжыраган кеп. Мен эч качан кызыл ачанын маткеси эмесмин. Мен дайыма шырымдын маткеси болуп. Ойлоп экен окуйм. Машинка! Ой, қарасаң ай, ойына келген доттай, Машинка! Қайда кеттің? Топта! Саламатсыз ба? Geçiresiz. Bunu kayda koyayım. Бул жака аке, бул жака. Жақсы. Қу тұрмыш ай. Оша ач құрсаққа көтергендім бар эле. Міне ордық қылат десең. Аке. Генерал качан келет я? Қайсы генерал? Сиздин мырзаңызчы? Менің мырзам? Алғандай генерал кен. Генерал емес. Генерал! Ал генерал! Қандай? Жанағы қадимки генералдан чоңгу же кичинеби? Ошол кадимки генералдан чоң! Ошондойго биздикилер жактылыкке түшүп калышты. Эничек, сен эптүү көрүнөсүң. Мага бир аз тамак даярдай койчу, курсак аябайышты. Аке, сиз үчүн эчтеке даяр эмес. Эмнеге? Анын үстүнө сиз жөнөкөй тамакты жебейсиз го. Ооба. Мырзаңыз келгенден кийин дастаркан салынат. Сизге да ошол тамактан берилет. Ооба, биз жөнөкөй тамак жебейбиз. Ошол жөнөкөй тамагыңан эмне бар я? Жөнөкөй тамактан шорпо, ботко, анан пирожки бар. Иличек, ошол шорпо, анан ботко, пирожкиге алып кет. Анда, абаке, ашканага жүрүңүз. Тияк карап. Тиякта да ишигиң бар. Генерал келеді!
Жақсы мекемелер. Антон Антонович, шындама сілердің келген жолаушыларға шардағын барын көргізгенлері жақты. Башқа бір да шарды негедір маған мұндай қылышқан емес. Башқа шардың шар башқарушылары, чиновниктері. Мен сізге айта тұрған болчу болсам, көбінше мәселен өздерінің пайдасын ойлашады. Бұл жерде тынбай ақ ниетпенен іштеп, ұлықтардың көзіне көрінуден башқа ой жоқ деп айтуға болады. Болады. Ой. Ертең мененке тамақ соның болып мен көрек жеп қойын. Әмне, сілерді күнде ұшындай отырау. Сізеңді қадырлы мейман үшін да. Рахмат, Антон Антонович, рахмат. Мен тамақ жеген жақсы көрем. Адам негізелі жырғалшылықтың гүлін үзу үшін жашайды емессің бе? Аласа, балық. Не балық әле? Балық. Тақсыр. Лабардан. Лабардан. Біз аны қайерден жедік? Тағы сондай соғыпқанада тақсыр. Есімде. Кереветтер тұрған. Негедір орылар аз, ден айып кеткен. Он шақты лекше тақсыр. Қалғандарын бағыртың айып кеткен. Бізге орылылар орылқанаға жетпей жатып елі айып кетшеді. Бұл мен баш жоғандан бері орылыларына чымындайлы қырылып бұндай. Чымындай қырылып. Айып кет өтеді тақсыр. Дар-дармектен делемес. Бұл шар басшысының жұмышы өте о. Түйшікті жұмыс. Түйшікті. Шар тынч болса, ішкілік аз болып, көшелер таза болып, шыпырылып тұрса, түрмедегілер бағылып тұрса, маған да басқа емне керек? Шар басшы шарын қыдырып жүрет. Анткени ал өз шарын өте сүйет. Бирок көре албагандар шар башчысын карап үрөт. Шар башчысынын колунда күрөк, байкуш эртең менен туруп карды күрөп, ээрчиткени чүрөк, ичкени мүрөк, өз шарын чоң шаарга теңейим деп жүрөт. Өр деген төгілі өлет шығып. Билгістіге қараңызшы. Жөні төгілі өлет шығып. Абаса, мырзалар. Берін шарыңарда андай бір көңіл ачуучу жайыңар жоқ бұ? Маселен, карта ойнай тұрып. Антон, келіңіз, орныңызға Мен өмірі карта ойнап көрген кіші емес. Ояны қандай ойнорында білмеймін. Мәселен айта тұрған болчу болсам, момындың найзасы, жетағы бір башқа бірдеме келіп қалса, көңілі майынып, құсқын келіп кетеді. Жүзі қара көчігіммен жүз сопытпады, мен өз көзімменен көргем. Мен андан көре ал уақытты мемлекеттің пайдасына жұмсамақпын. Әткемен бекер қылас, Антон Антонович. Кейде ойнап қоюда қызық болады мырзалар. 3 туз. Үйбіреумен қарыстырып қоюға рұқсат етіңіз. Заимов. Анна Андреевна. Иван Александрович Клестаков, Петербургтан. Қызым,
Иван Александрович Христаков, Петербургтан. Мария Антоновна, Кыштақтан. Провинциядан. Жаратылышымда сизди көрүү урматыма ээ болгондугум үчүн өзүмдү абдан бактылуу деп санаймын айым. Биз дагы сиздей мырзаны көргөнүбүзгө өзгөчө бактылуубуз. Сизден көптөн көп өтүнөм. Отуруңуз. Жо. Сиздин жаныңызда туруп туруунун өзү эле бакыт. Мейли, эгер аябай кааласаңыз отурайын. Келиңиз. Петербургтан кийин сиздин саякатыңыз көңүл сөккөндү. Албетте, жогорку коомго үйрөнүп калган адам кокусунан жолго чыгып калсаң баль ташкана, надандык, караңгылык дегендей, эгерде мен жолдон утуруп сиздин жаныңызда отурганым абдан бактылуумун. Чынында эле аябагандай ыңгайсыз болгон экен да. Чын. Бирок ушул азыркы көзүрмем айым мен үчүн өтө көңүлдүү. Жок. Сиз бизди өтө эле кадырлап жатасыз. Биз провинцияда турабыз. Анна Андреевна, албетте. Ар бир кыштактын өзүнүн сулуу төрү, шылдыраган булагы болот дегендей. Бирок Петербург менен ким теңдештирсин? Кандай сонун турмуш? Сиз мени жөнүнө кагаз көчүрүп отурат экен деп ойлобоңуз. Жок. Бөлүм башчы менен көңүлүм жакшы. Кээде ал менен түшкү тамакка кел тууган деп далга таптап коет. Мен болсо 1-2 мүнөткө буландай бул дегендей деп айтыш үчүн департаментке чуркап берем. Ар жагын кат жазуучу чиновник тыр дедиртип жазып кетет. Мени дагы жогорулатышмак, бирок өзүм койчу, тимине койгулачу деп койдум. Тепкичтен түшүп келе жатса, кароочу жөнүнө жана албайт Иван Александрович, мен сиздин бутуңуз деле тазалап коеюнчу. Мен эмес. Эмне туруп турасыңар, мырзалар? Сиздин даражаңыздан туруп турууга бола берет. Биз туруп эле турабыз. Уара болбосоңуз экен. Эч кандай даражасы эле, отуруңуздар. Сиз отуруңуз. Мен артыкка шан шөкөттү сүйбөйм, кайра тескерисинче. Байкалбай. Бирок болбой эле байкап калса. Бардыгы билишет эмеспи? Бир жака чыксам эле болду. Иван Александрович келатат деп эле чоролдоп калышат. Бир жолу мени баш командачы экен деп бүлүп чыккан. Анан бир ондай чай куюп жүргөн бир генерал бала бар, ошо келип айтып атпайбы? Иван Александрович, биз сизди баш командачы экен деп жүрбүз деп. Мен баш командачы. Жакшынакай актрискалар менен таанышмын. Ана мен дагы майда чүйдө мындай водевилдерди, баса. Адабиятчыларды көп көрүп калам. Пушкин менен өтө жакынмын. Пушкин менен Александр Николаевичти тааныйсызбы? Александр Сергеевич.
Al özümün. Gede qaytып koyam, Uşkindos. Kandaysın dep koyam. Al bolsa. Kandan suraysın bayağıdayla dep. Biroq öte kıyın işi. Ova kıyın iş. Demek siz cazat ekensiz da. Жазуучу болгон кандай керемет. Siz jurnallarga da жазсаңыз керек. Elbette, jurnallarga yazam. Mende çıkarmalarda köp. Robert Diaval, Norma, Romeo Julietta. Shakespeare. Ana başka çıkarmalar aytor köp. Qaysyny aytayın? Okamsın. Biroq жазгым делеген. Өтмө да коеюнчу деп ойлойм, бирок театрдын директору келет. Айт болгон, сен бизге бирдеме жазып берчи дейт. Мени болот дейм. Ошол түнү жазып коюп, элдин баарын таң калтырам. Менин ой жүгүртүү мыкчам, менден төгүлүп эле чыгып турат. Анан ушунун баарын барон Брамбеустун атынан жазып турам. Demek Brambeus деген жазуучу siz ekенсиz го. Elbette. Men азыр билдим. Чынын айтсам, адабият менен гана жашайм, мырзалар. Анан мен Петербургда менин Петербургда эң алдын кой. Иван Александровичтин үйү деп элдин баары билишет. Не пада, мырзалар, Петербургга келип калсаңыздар, түптүз менин үйүмө. Сураңыз. Болду. Мен дагы мындай бал кечелерди өткөрүп турам. Чиркин, ал жакта бал кечелери ушундай бийик деңгээлде өткөрүлсө керек. Албетте. Анысын сурабаңыз. Stol üstündeki darbız 700 somdu. Miskeydeki şorpa paraxot menen tüptüz Parijden gelgen. Kapkağını aça koysan buzu vurpurayt. Anan men dagı özüm köp bal keçilerde жүрөм. Har жактан өзүбүздүн катыштарыбыз бар. Тышкы иштер министри. Француз, англис, немис, элчилери жана министр. Анан төрт чыккап чыгасың картан ойнап суу жыгылгандан кийин ашпачы катынга мен алышка чиленди деп бир. Азыр. Мен не алдап атам, мырзалар? Үйүмне алдап атам мен. Үйүмне алдап атам. Мен Белеташта турам, мырзалар. Качадым. Эртең менен граф князьдардын кужулдагынан ойгоносуң. Жөн эле куч этет. Bravo! Анан мен дагы департаментти башкаргам айткан жокмунбу? Жок. Ал мындайча болду. Bir günü geçtirme. Иван Александрович, департаментті башқарып беріңіз. Жоқ, керек жоқ. Бірақ қайыр ойлады.
Digi kişi olup kalsa emni deydi. Kim? Padişah. Anan ayttım. Jarayt mırzalar. Emese men işti. Alam. Men işti aldım. Biroq mende din degan bo'lmaydi. Men mening qulog'im uyg'onar. Men o'zimni o'zim bilem. O'tigimni ko'rgolem. Mamlakat kengashida mendan qo'rqadi. Padişah sarayına günde barıp duram. Anan, meni yakında en jogorku asker başçılıkka Feld Marshal. Hazır göz aldığa şardık Frank dedi istedi. Kişiye kılgan mamilesi kanday sonun. Men bunday jakşı jigitlerdi ölgüдөй jakşı görüm. Men nesim olup kaldı. Men ağa jaktım. Menden gözün albay karagaным baykadım. Apake, degi meni karamadı mı? Hocalanayın, bakçınarı. Çineli apake, meni karadı. Ушул жерде да талаша турганын билгемин. Сен алгайдан карасынан сенин карай турган кандай жөнү бар? Апаке, көзүн алган жок. Жанагы адаят туурасында айтып атканда бир карады, анан элчилер менен карта ойноп атат айтып атканда дагы бир карады о. Алдагайда бир караса карап койгондур. Анан да ушуга бир карап коеюн деп эле карап койгондур. Апаке, чын эле менде көзүн алган жок апаке. Эмне болду? Ay. İçkilikке toyguzganıma özüme kapa olup duram. Aytkanlarının bir üçün bosoç. Kандай чын? Emni üçün çın emes. İçken kişi bağırın sırtına çıkarat. Ошо да. Көңүлүндө эмне болсо, тилинде де ошол болот. Биз эч кандай коркунучту сезген жокпуз. Мен кадимки билимдүү адамдардын барандуусун гана көрдүм. Силер эми аялсыңар да. Сен жаным аны менен сүйлөшкөндө кадимки эле бир Добчинский менен сүйлөшүп аткандай сүйлөштүң да, э? Ал жагынан берер кеңешим тынчыңызды кетирбей эле коюңуз. Биз дагы бир азыраак бирдемелерди билебиз. Уктады төрөм. Бирок бир аз кыймылдаган сук атат. Осип, бегечи. Ой, сен мырза кандай мундирге ичип Жок, графтар эле турабы? Сен мырзага граф. Кандай? Көзү кандай көзү жакшы көрөт. Ой, кандайлар жакшы. Kayakta жүрөсүңөр. Sizden buyruğunuz beni durun. Eşikin aldığında barkıla da eşik kimdi giyirmedi. Ordunları da cıl bakla. Tarsınlar bakla. Почта менен кимге тийиштүү экенин бергиле. Акча келтирди берели, акча.
Қандай дейсің? Тура. Gel taş. Мен көбөл уктаган окшойм. Мындай мамык жаздыктарды каяктан табышкан булар. Жөн эле тердеп да кетиптир мен. Тамактан кийин күчтүү бирде мени акырын алаксытып туруп ичирип коюшса керек. Негедир башым зыңгырап турат. Чында бул жерде убакытты жакшы өткөргө болот окшойт. Шаар башчысынын кызы жаман эмес. Энесин деле мүмкүн. Ушул жердин коллеждик ассессору Япкин. Суранам, отуруңуз. Сиз ушул жердин судьясы болосуз, туурабы? 1816 жылдан бери ушул күнгө чейин кыралыкпай кызмат кылып келатамын. Судья болуу дагы пайдалуу болуш керек, туурабы? 9 жылдык калыкпаган эмгегим менен алкыш жана Владимир орденинин 4-чү даражасын алдым. Колуңуздагы эмне? Эчтеке эмес. Жо, сиз жерге акча түшүрүп койдуңуз. Эчтеке эмес, меники эмес. Бул акча чын эле. Меники эмес. Жок, бул Меники эмес албайм. Анда муну мага карыз берип туруңузчу. Ала кой, ала кой. Рахмат. Мен муну сизге кийин чирек кыштактан жөнөтөм. Жолдо бул болуп атып, каржым баарын түгөтүп алдым да. Эчтеке эмес. Атайын улуктар тарабынан сизге кызмат кылууга өзгөчө тырышамын. Рахмат. Андай-мындай буйрук болбойт экен. Кандай буйрук? Ушул жердеги уездик соткого андай буйрук. Эчтеке кереги жок. Рахмат. Анда өзгөчө пенсияңды алууга акым да жок. Жакшы алыңыз. Жакшы алыңыз. Шаар биздики. Шаар башчысы соттагы жаман киши эмес. Надзорный советник Шпекин. Почта башчысы. Сиз ушул жерде турасыз, туурабы? Албетте тақсыр ушул жерде турат. Сиздин шаарлар мага жакты, аябай жакшы. Алыңыз. Сонун эли аз бирок бул борбор эмес да. Албетте тақсыр борбор эмес, алыңыз. Мындай кичинекей шаарда деле жакшы турууга болот го дейм, туурабы? Тақсыр албетте болот дейм, муну алып койсоңуз. Алайынбы? Жөн алып коюңуз жөн. Алайынбы? Эми ал. Тақсыр. Мейли. Сиздин тынчыңызды алууга акым жок. Мени кызыктай адам дешет. Бирок мен жолдо жүргөндө мага бергенин ала берем. Мунун эмнеси бар, туурабы ушул эмеспи? Рас. Жаман иш Рас. Туура. Тынчыңызды алууга акым жок, жакшы алыңыз. Жакшы туруңуз. Жакшы алыңыз. Почта башчысы да жаман адам эмес. Элтбек. Мага мындай адамдар жагат. Görün üçün aldığınızға
келдім, мектеп қараушысының надворный советник Хлопов дейм. Сигара чегесіз бе? Чекпейм. Жоқ, жаман сигар емес. Әлбетте бұл Петербургтарда емес, мен анда 125 сомдық сигарадан чекчилер, бирок жөнүнө чегип бүткөндөн кийин колуңду өп каласың. Көрөгүн. Жоқ, бұл 20-нчы, оны қос. Тескери çıkıyoruz, teskeri. Teskeri. Sorunuz çocuklar. Çekmeyin. Sizin sigara aşığınız çok görünüyor. Hemen bolsa sigarası turbayım. Anan, ayalдар жынысына да қош көңіл қарай албаймын. Сізче? Сізче? Аялым ұрсат. Білесіз бе, жолда А болып, Бу болып атып, қаржым барын түгетіп алдым да, маған 400 сом қарызға бере аласыз ба? Жоқ. Жоқ деген кишилерди такыр түшүнбөйм деп айтайын деп аткам. Таксыр, сиз 400 сом дедиңиз бе? Менде бүкүлү 500 экен. 100 сом мага кайрып берип коюңузчу. Я, 100 сом жоқ. Таксыр, аягым урушат деп атпаймынбы? Жоқ 100 сом. Қошыңыз. Бияқау! Ендігі санда мен еме, еш дәрсе менден керек жоқ бұл? Ештеге. Мектеп қарашылы еште керек жоқ. Рахмат. Хлопов. Ай, ұяттын өт. Мейліңіз жақсыласыңыз. Алдыңызға көрмеген. Сол ғана орындардың басшысы надворный советник Земляника. Сұранам бұл. Отырыңыз. Кеше күні өзім қоша жүріп, менің қарамағымдағы соғып-қананы көргенсіз. Есіңізде ме? Лабардан. Лабардан. Естедім. Сіз мен аябай сыйлағансыз. Атамекеніме қызмат қылуға әрекеттенем. Тақсыр, мен башқаға көңіл бұрбай. Қызығып қызмат іштегенде башқаны қалбай. Тақсыр. Бұл жердің пошта басшысы тап-тақыр ештемейді Тақсыр. Іштерінің бары бұзылған. Посылкалар кечіктіріліп беріледі. Мен өзіңіз сатайды кішеріп көрсеңіз болады. Сіз мені... Менің алдына келіп кеткен соттағы қоян уылағандан башқа қылар іші жоқ. Мекемесінің кіреберіштеріне иттерді бағып алған Тақсыр. Иттерді? Оба. Өзі маға дос жана туған болса дағы қиял жорығында ата жүр туысқа пайда кетті тұрған еш нәрсе жоқ Тақсыр. Сіз мені башқаны... Шіледі бе? Жаңағы Лука Лукич деген нені ұшты. Бұл жерде бір Добчинский деген бір помещик бар. Сіз аны көргенсіз. Добчинский үйінен шығып кетеріне деген сот. Анын аялменен барып жатып алады. Кешіресіз. Мен бұл үшін мынай қасан үшіге да даяр. Сынабақ абалдарын барып қарап көрсеңіз. Бір дағы баласы Добчинскийге оқшы болды.
сотко. 9 жылдық емге. Мен мұны барын сізге қағазға жазып берсем қандай дейсіз? Абдан жақсы болды. Баса фамилияңыз кім еді? Землянник. Сіздің тәжірибесінде алуға ақым жоқ. Жақсы. Кешіресіз, сіз жолда мұндай ора болып, қарызғандай қиналып өткен жоқсыз ба? Баса, ол. Аты жөніңіз кім еді? Артемий Филиппович. Қандай болса, әкесіңіз. Жолдан болып қарызың бар түгеніп қалды, маға бір 500. Рахмат. Жоқ. Лабардан, мал. Утира шуғалдығына келдік. Шуғал тұрғыны Петр Иванович Добчинский. Добчинский. Естедіңіз бе? Неге қанада? Бобчинский. Бұртмен. Александр Хлестаков. Меман қанада? Қандай ақша? Қандай? Қарызға 1000 сом. 1000 сом? Былтыр 700. 500. Көрдіңіз бе жаңағы балық жөйлі ойдыңыз бе? Қандай балықты өзіңіз алғандыңыз бе? 250. Мына жетті екен, көрдіңіз бе? Сіз жебейлі ойдыңыз, жейлі болдыр. 100 сом. Менде 25 сом бар кен. А менде 40. 25 сом. Мейлі, 65 сом болса да бұл өрет. Рахмат. Чоң рахмат. Сіздер менде башқа сөзіңіз жоқ бош керек. Бар! Көп сөзіңіз бар. Петербургқа барғанда ұлықтарға, падышаларға жолығып қалсаңыз, ұшындай бір шарда Петр Иванович Добчинский бар екен деп айтып қойып қойым. Петр Иванович Добчинский. Айтып қойым. Петр Иванович Добчинский айтып қойым. Чынында бұл жерде чиновник көп екен. Алар мені башқа бір адамменен, мамлекет адамменен алмаштырып алышты оқшайды. Рас, көчө мен алардың көзінің кішіне бұдамайладым, бирок ушундай ақмақтар болобу я. Жоқ, мен мұның барын тең Петербургқа Трепичкинге жазып жөнөтүшүм керек. Трепичкин ақшаны жаман көрбөйт, сөз үшін атасын дайбайт. Осип! Мырзам! Сияға тезірек жарайып болсам. Ақшамды есептеп көрөйінші. 1200, 1700, 1800, 900. 5000'den aşıp getirtir. Kana emi gerçi kapitan emi görüyün ben seni. Mırsam, nasıl ya? Gördün mü akmak, meni qanday siylap qadırlaşqanын gördün mü? Kudayga şükür, Kudayga şükür. Biroq bilesiz mi? İvan Aleksandrovich.
Эмнени билем? Бұл жерден кетіп өле албайлы я. Иван Александрович. Не кетем? Эми жақсы экіңіз сейін көрдіңіз. Бұлар менен мындан ары байланышының қажеті жоқ қой дейм. Мен бұлардың аттарын көрдім. Аттары шыншалық мықты екен. Өкөз трашманкеге түсіп алып зырқырап қана жүріп кетер. Ертең. Ертеге қандай, Иван Александрович. Бұлар сізді башқа біреуінен албастырып алды. Сазайызды қолыңызға берелекте кетіп өле қалалды, Иван Александрович. Аты-енеңізді кешіккеніңізге қапы болады. Болтур. Не, мұны алып барасың. Поштадан Петербургқа трипискинге жөнөтөсүң. Аттардың анан мыктысын гана ал, түшүндүң бө? Жарайт. Карап туруп ал. Арал кештерге айт, бир сөлкө байдан төлөйм. Зыркыраткан боюнча гана жеткиришсиң. Жарайт, Иван Александрович. Мен мына ауқатты ушул жердик бирөөдөн берип берейин дагы, убакытты бошко кетирбей. Жүктөрдү таңа берейин. Иван Александрович, ушул жердик көпөстөр. Ооба, киргиз. Киргиздер. Эмне керек? Бекерден кордук тартып жатабыз. Кимден? Ой, ушул эле шаар башчысынан дүкөнгө келип көзүнө көргөн эмен бүт баары шыпырат. Акмак, аны кыянат экен кандай? Кудай урсун. Эгерчи бир жерден кылтык таап калса, үйүңө бүтүндөй бир полк түгүз таштайт. Анан мен сени урбаймын, кыйнабаймын. Мен сага туздалган балык. Акмак, аны Сибирге айдатып керек. Сибирге. Кайда айтсаңыз да өзүңүздүн Сибирге төрөм. Төрөм. Биздин даам татыдан. Кандай пара албайбыз? Жок, пара албайбыз. 300 сом чок арызга беребиз десеңер мейли, бирок пара албайбыз. 300 сом. Пара албайбыз. Пара албайбыз биз. Мынаңыз. 300 дегенде. Алып 500 Geliniz. Sizin sözü sağlığınızga geldim. Bana. Birden. Cıgaççı ustanın ayalı. Şücelik bir şanka. Şirayne Petrovna Paşvepkina. Kulağım sizde. Şar başçısına datım var. Kanday arız? Bizge gezek gelelekleri. Menin güyümde askeri alıp koydu. Ama izan boyunca haluğa bol boy. Bol boy. Bakma, mıyzamdı kuzup kız var da. O şetti al bir tam o şetti. Kudaytaki düğünöde de, bu düğünöde de yaşlık görmeye nasıl taksın? Keçem, özüm gözüm ölü kalam. Anan bizge. Ne? Sağa canavar diyor. Ivanov'un cesiri Ivanova. Uçatam Ivanova. Ha taksın, men şahar başçısının üstünden azdan aydık. Ova. Kanday arız? Vurdu taksın, vurdu. Vurdu ayı. Siz değil mi? Ova, canın ıştıktan Akibay. Bizim bazardağı katınlar muştaşıp geçişti. Politsiya geçip geldi de beni karma aldı. Uşunçalık savaşkan eken, 2 gün boyu otur albaydı. Görsün. Bu ipte. Göynөгümden beni Ne alış gelin? kıla turgan dereçtiki çok taksın. Meni sabagandık üçün, özü canın ışıp kalgandık üçün bana ayıp deresin. Ayıp deresin. Baktıma gelgen akçadan başlardım. Akçama abdan gerek bulmadı. Sizde akça, tura, keçem, ben keçem. Çeçem. Taksın. Sibirge. Ivanova. Ivanova'yı. Sibirge. Aydatta. Men
эле жокмун. Билесизби, мени башка бир адамга... Я. Кайка бараттыңыз эле? Эч кайда баратканым жок. Билейин дедим эле, эмне үчүн эч кайда баратканыңыз жок? Сиз аябай зарыл жумуш менен алек болуп аткан экенсиз. Мен жолдо кылдым. Жок. Сиздин көздөрүңүз зарыл жумуштан артыгыраак. Сиз көңүлгө жагымдуу сезим куясыз. Сиз аябай чоң шаардын сөзүнөн сүйлөп атасыз. Сиздей суулар үчүн албетте. Сизге орындосунун сулуу менен өзүмдү бактылуу болуп алам экен. Жок. Сизге алтын так керек. Алтын так. Бабам. Мен кетишим керек эле. Көйнөгүңүз кандай керемет. Сиз эмне деп атканыңызды такыр түшүнбөй атам. Көйнөк дейсиз. Бүгүн аба ырайы аябай куш болуп турат. Аба ырайынын кандайынан болсо да сиздин эриндериңиз таттуураак. жазып бериңизди сурар элем. Кандай ыр? Менде ыр көп. Кандайын сурайсыз? Ашыктык ырларынан. Ашыктык? Сүйүү деген келбет эмес, көк эмес. Өлчөсү жок, аз да эмес, көп эмес. Арбыныраак, ысыгынан суугу, толкун эмес, бороон эмес, өрт эмес. Мүнөзү жер, тең жүрө албайт, бөлүнөт. Жүрөгү суу, көңүл калат, төгүлөт. Сүйүү деген арзан, кымбат, баасы жок, тек гана бир кыял нерсе көрүнөт. Туура айтат. Эгер сени сүйбөйм десе, мен дагы сүйбөс элем колдон келсе. А бирок билбей калам, сүйүп калам. Анткени сүйүү деген эссиз нерсе. Дагы башка. Бирок андан көрөп мен сизге өзүмдүн ашыктыгымды айтайынчы. Сиздин көз карашыңыздан. Ой, мен ашыктык дегенде чыкчан келген эмесмин. Жанаша турбай алыс кетип калдыңыз. Жанаша турган өз жакты жакшы болчу да. Жанаша туруп эмне керек? Алыс болсо деле бар жерде. Сизди боорума бир жолу кыссам кандай бактылуу болор элем? Тияктан үчмөт я. Сагызганбы деп баштап. Я. Тигине. Ооба. Тиги. Көпүнөп. Бул өтө уятсыздык. Жок, бул монотондан чын эле муну ашык. Сиз мени бир провинциалка деп шылдың кылып атасыз. Монотондан да эмес, чын эле ашыктыгымдан. Кааласаңыз мен тизе бүгүп кечиримсиң. Кечирмеңиз. Кудай үчүн кечириңиз. Сурагам сизден кечирмеңиз. Эмнеге байым? Бул кандай жорук? Апаке мен жогол! Көзүмө көрүнүм дебедим. Жогол! Апаке мен жогол! Чынын айтсам, мен таң калдым. Апаке, мен жогол! Мунун деле көңү жаман эмес, жутуп ичирей томпойгон неме экен. Чөйүлүп чыгылганыңыз кандай? Туруңуз, бул жер көп деле таза эмес. Жок, сөзсүз чөгөлөп, тагдырдын маңдайга жазганын билгим келет. Же жашайын, же өлөм. Азыр чечиңиз. Мен
сізді түсінген жоқпын. Егер де жаңылышпасам, менің қызым турасында сұлыш қылып жатасыз ғой. Жоқ, мен сізге ашықмын, жаным. Егер маған тәуелікке қосылмасаңыз, білмеймін. Маға жер үстінде басып жүруінің. Неге? Bu qanday şaykelendik? Ne geldi? Sen tangala turgan emneni gördün? Жаш баланың өзі. Бойға жеткен қызға тақыр оқшабайды. Қачан ғана сен мені іштетіп, адам болар екенсің. Апа кемін білгенім жоқ та. Тап-тақыр мені іштетпесің. Сен тегі ляпкин-тяпкиннің қыздардан өрнек аласың. Алардың емнесіне қарайсың. Аларды сен қарай тұрған қандай жөнің бар. Мына, алдыңда апаң тұрады. Апаңдан өрнек алғын. Анна Андреевна, біздің түбелік махаббатымызға батаңызды беріңіз. Түсін олбай тұрам, сіз маған емес, бұға ашық білеңіз. Gördün mü yine soğuk? Gördün mü? Sen için, senden jaman için şunday konuk, mına şunday konuk çögele oturat. Sen cin urgan nemedey, şurkap çıgasın. Sen bunday baktığa tatlık duymezsin. Onu vurmaktın, can soğuğa, can soğuğa. Ne oldu? Hamdoşa. Taksır, köpüstür sizge arızlaşıttır. Alar bağır kalpışılar. Unten afserdin atını meni sabadı deyip sizge kalp ayttı. Kalp aytat, Kudayımsın kalp aytat. Al katını özünü öz sabagan. Antonovич, unten afserdin katını jergeniz, nan men işimde yok. İşembegiz, alardın bağır kalpışılar. Antoşa, Antoşa, Ivan Alexandrovich bizді қандай урматқа ие қылғанын білесің бе? Қызымыздың қолын сұрап жатады. Қандай? Қызымыздың қолын сұрап жатады. Açımız gelbesin türüm. Kızım biraz enesi o çalış. Enesiler hoşuma. Antoşa. Мен тағы ошо қызыңыздың қолын сұраймын. Батаңызды беріңіз. Antoşa. İşen albayım, taksır işen albayım. Antoşa. Batamdı ver. Allah Kuday, Kuday üstümde turatko. Açımız gelmesin. Sizdin gömülünüz kağlağanday kılığa men dayağın, men barına makulmun. Silerdi Kuday jalgasın. Kuday jalgasın. Kim bu? Jalgam mı? Kaldan gep. Kuday övüşüvatat. Kuday övüşüvatat. Ay Ayşan başçı. Mına. Nabalağının göterlişi. Uçul. Mırzam! Atlar da yer Mırzam. Men hazır. Başka. Mırzam! Atlar da yer Mırzam. Başka, men hazır. Vanya! Canım. Vanya! Sizler beni başka bir adam. Vanya! Men başka söz aytuğa hiç. Kandayça, siz ketkende tassız mı? Men Toy kaçan bolor eken? Atakem bay kişi oşoğu bir gana günge varıp kayra kaytıp gelem. Karmap kalığız, akılız yok. Esen soğuk aytışınızdı tileymin. Жақшағыңыз, Антон Антонович. Анна Андреевна, қошыңыз. Vanya sen barıp geliniz. Машинка. Vanya! Мен başka söz ayta albayım. Vaniçka! Ivan Alexandrovich. Жақшылығыңыз. Ivan Alexandrovich. Vanya!
таптырған. Демек сіздер қалайыңыздар менен чын жүректен құттықтаймын. Ұққанда жан беріп сүйініп. Антон Антонович, Анна Андреевна чын жүректен құттықтаймыз. Анна Андреевна, başımıza olan canı talayız benim. Canımмен құттықтаймын. Анна Андреевна. Құттықтауға қолдығыңыз бар. Антон Антонович, құтты болсын. Анна Андреевна құтты болсын. Анна Андреевна қызы бүйегімен отат деген ұққанда, демеле абдан сүйініп кеттім. Сүйініп кетіп дару айттым бұқанчық. Көрдің бі? Анна Андреевна өзінің қызына қандай бүйе тапқанын. Мына емі бақыт қонды дедім. Құттықтаймыз, Анна Андреевна. Рахмат. Анна Андреевна, балдарыңыз бақытлы болсын. Құттықтаймын. Hoş gelipsizler, meymanlar kana joğur ötümüzдөр. Антон Антонович, айтыңызшы, bu iştin жайы қандайша басталды? İştin jayı öte kızık. Özü sunuş kıldı. Mırzalar, ayımдар. Öte kıldattık. Jana urmat menen. Aya bagандай sonun süйлөдүм. Men de, Anna Andreevna. Sizdin urmatыңызды сыйлаганым гана үчүн. Ушунчалык сонун, тартиптүү киши, ушунчалык адамгерчиликтүү. Мага ишенесизби, Anna Andreevna? Men üçün ömür bir tıyınğa da turbaytdı. Men sizdeki seyrek adamlık kasiyetli. Sıyılağanım gana üçün de. Ananda, men de, Anna Andreevna, sizge sultanam de. Uşunçalık jarokörlük menen sözü tөгүлдү. Sizdin ançalık sayınızga men arzubayımın desem, tizelep jığılıp, Anna Andreevna, meni baktısız kılbamız, benim büyütüme kulak salınız. Bol bolsa, öz ömrüme özüm kol salam dedi. Boşalt, yeşimizde çıkarmadı mı? Oy atını bölüm. Atını bölüm dedi. Şunday olgan eken eye mırzalar ya. Bunu takdırdan öz aydap gelgen. Tağdır emes. Kızmat жетті, kızmat. Антон Антонович, bu атақты Neyman қайда жүрді екен? Bir sebep olup жүріп кетті de ұқтық. Öte zarıncımış benim bir kadar günge gitti. En atasının batasın alış üçün. Batasın alış. Yok eritten gele gayr. Mırzalar, ayımda bizemi Peterburg'da turğumuz geledi. Bu жердің havası biz üçün ötele kıştaktık kıladı. Bu yerde çatak. A Peterburg'da menin büyüğüm generaldık daraja aldı. Rahatsızlar kızlar. Generaldıktı. Tek yakşılırım. Töreler, şunduktu iş. Ne oldu? Biz tekşerüçüdeyin чиновник, ешқандай tekşerüçü емес екен. Мен оны қаттан білдім. Өзінің қаттынан білдім, tekşerüçü емес екен ешқандай. Қандай дейсіз? Қандай қаттан? Күнәки. Өзінің қаттынан білдім. Ұлықтарға бірдеме тапшырып жатқан екен деп, сүргүчін ашсам, Антон Антонович. Sizden açuğa қандай ақыңыз бар? Мен өзім де білбеймін. Bir табиғи bir күш тұртты. Bir жақ құлағым ашпа деді. Bir жақ құлағым ач дейді. Сүргүчін тартқанда көзім қараңғылап, өзім емне қыларымды білбей, мұз басып көзім. Ey, мұндай çoğun қадырлы кишinin қатына çoğa қандай ұқуыңыз бар? Сізді
тамақ алам. Кеп ошол. Кадырлуу эместигинде болуп атат Антон Антонович. А сиздин оюңузча ким ал? Эч ким эмес. Эч ким эмес. Ким экенин билсен. Кантип эч ким эмес? Кантип сиз аны эч ким эмес деп айта аласыз? Ал менин кызымдын болочок күйөөсү. Мен сизди Сибирге айдадым. Алды Антон Антонович, ай, Сибирдин эмне кереги бар? Сибирдин эмне кереги бар? Сибир алыс. Айында, тура эле. Уруксат берилечи, мен окуп берейин. Мынакей. Окуп берейин. Жаным Трепишкин, сага угузайын деп шашылам. Мен азыр кызык болуп атам. Жолдо мени жоо аскердин капитаны чөнтөгүмдү кагып салып, трактордун эсек түрмөгө каматам деп турду эле. Кокустан менин Петербургтук түрүм жана костюмумдун кейпине карап, генерал-губернатор деп алышты. Мына, мен азыр шаар башчысынын үйүндө шапарте кыз катыны менен ойноп жатам. Эмне дейт? Ошо кимисинен баштаарымды азыр биле албайм. Ушол энесинен эле баштагым келет. Жок! Анткени энеси бардык кызматка даяр. Бардыгы келесоо, акмак, дөдөй, паракор, мага калашын чакча беришти. Сенин жаза коерумду билем. Биринчисин мынакей адабиятыңа киргиз. Биринчиси шаар башчысы бычылган аттай акмак. Болбогон кеп. Ал сөз булгатта жок. Окуңуз сөзүңүз. Окуп көрүңүзчү. Окуңуз. Бычылган аттай. Кантип? Муну сиз өзүңүз эле жаза койгонсуз. Алды Антон Антонович, ай мен кантип эле жаза коеюн Антон Антонович, мынакей жазып турбайбы бул жерде. Шаар башчысы бычылган аттай. Сайтан жазылып турган аз келгенсиз. Кайра окуйт. Шаар башчысы бычылган аттай акмак. Почта башчысы бул жерде мен туурасында жаман айтып атам. Турган болгондон аягына чейин. Калган тимеле коет. Тимеле коет. Почта башчысы Михеевдин так өзү арак ичет экен. Бале экен го, бале. Мырзалар, мен жөнүндө. Сооптана орундардын башчысы Земляника. Не ол? Окумас. Ар жагын окуй берет. Ар жагын окусам. Бурдагылардын баары окулбады. Окуш керек. Мынакей сооптана башчысы Земляника. Анык топу кийген чочконун өзү. Мырзалар, топу кийген арык чырай чочко болчу беле. Болот. Бериңиz. Окуу бөлümünün başçısı кандай? Çirigen piyaz cıttalar. Mırzalar, bizim evde piyaz çok. Men köptüm. Bizim evde piyaz yok. Dönönür. Men jönümde işteke жазылыптыр. Ne koyuyorlar? O bula Sudiya Lapkin Çapkin Nadan Dödöy Bılçık Balak oldu. Бирок, ак көңүл жакшы эл экен, меймандос. Мага Саратов губерниясына жазгын. Андан Подкатиловка кыштагына жаз. Урматтуу Иван Васильевич Тряпичкинге, Санкт-Петербург, Поштан көчөсү, үй дареги 97, 3-чү кабат. Оң жакта. Мына.
Soymoqçılık soygun ekan. Öldüm, taptakır öldüm. Quvib ketgurek! To'xta. Qani quvib ketasiz. Men atayın eng mıқты gülüklerdi taптап turib, eng жақсы тройка berdi ekan. Qanday Türlür bulğanday menden 300 som algan. Ay, menden 400 som algan, 400 som. Men neçe? Men nanga çalgan bilesizmi? 355 som algan. Menden 400 som suragandan 500 som bersem 100 som bermey kalmadım. Benden 1000 som algan. 1000 som. Türlür bulğandayça bizni soğuk ketken iya. Amençi! Men kadimki akmakman. Men gökme koydoy bolup dağı ökmek kızmatındamın. Aldamçıga koşup turup aldagan. Dünyeni jutam degen mitam karakçılardı sızga oturguzgan. 3 gubernatörde aldadım. Gubernatör emine? Gubernatör tuğrasında. Aytıp da gerek yok. Antoşa bu çalgan. Maşinka meni kol alışmadı bile. Kol karmaştı. Kol karmaştı. Hala. Büttüyle. Karağı da. Vardı Hristiyanlar. Büttüyle bağırılar. Şar başının akmak bolgonum karağı. Bulakmaktı bulmak onu. Sen şar başçı. Kayaktağı bir sense yaptı mıktıl işi de. Tigin al. Yol boyu meni şıldındap gülüp aradat. En bul okuyanı büttüğüne cayat. Gülküge kalgan eşlik emez. Jarak kağız siymelegen nemeler adamdı komediya kılıp жазgan zaman. Adam senin bir daracamdı karamaydı. Bardığı çınğı çıratıp muştu mu diyor. Kaysının ergadını öpüver. Ya! Özümer, gülüsümer. Men şu kat siymelegen nemelerde yer yüzünden çok kıladım. Hiç qanday kabar yoktur öyle bağırtan öyle. Tekşerücü gel atat dep çurulap kalıştı. Bol sözlü kim çıkardı? Ola kim çıkardı? Cevap vergile! Başımdı geçsene de bilemem. Anton, tuman kaptap, şeytan basmadı. Kim olma oğlum? Buna mı o iyi ki sürüsün? Bizemez! Bizene ne? Al ben de Sinirler tutmakır bile. 2 cumadan beri catan. Anan tamağına tölev ayıttı batmakır. Okşoşma kalpçılar, uşakçılar, kargış diyen çolak kuyruk sağızganlar. Tırılar! Peterburg'dan padişanın öz atından gelgen chinovnik konak uyuna gelip düştü. Tırım, siz de konak uyuna gelsin de.